Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Бүгін қарапайым есеп үштік түбір астында 9 плюс түбір астында 80 плюс үштік түбір астында 9 минус түбір астында 80. Сол есепті қарапайым есепті шығарудың жолын қарастыратын болам. Бұл 11 сыныптың анализ бастамалары есептерінде немесе олимпиада ОГТ-ға дайындық есептерінде де қолданылады. Енді бірінші шешуі, бұл өрнекті x деп алайық. X деп алғаннан кейін бірінші түбір астындағы өрнекті 9 плюс түбір астында 80-ді a элемент және екіншісін b деп алайық. Енді екінің a және b-ның қосындысы x-ке тең деп алсам, осындай бір өрнек шығады. Яғни бұл жерде үштік түбірді құрту үшін мен теңдеудің екі жағын кубтайын. Сол кезде a куб тең 9 плюс түбір астында 80 және b куб тең 9 минус түбір астында 80 деген шығады. Сол мән шығады. Енді 2a және b-ның көбейтіндісі түбірлердің дәрежесі бірдей. Яғни 9-дің квадраты минус түбір астында 80-дің квадраты. Яғни бір түбірдің астында жазуға болады. Көбейтуді орындасақ, бұл жерде 81-ден 80-ді азайтатын болсақ, жауап 1 шығады. Енді біз нені таптық? a куб плюс b кубты қосайық. Қоссақ, a куб плюс b кубымыз түбір астында 80 мен түбір астында 80 жойылып кетеді. Қарама-қарсы таңба болған үшін 18-ге тең 9 пен 9-ның қосындысы және a көбейту болмас тең 1-ге. Енді бізге басында a плюс b тең x деп алған тұғымыз, оны кубтайтын болсақ, a куб плюс b куб плюс 3ab плюс a плюс b-ның көбейтіндісі және x-тің кубы шығады. Бұл жерде бізде a плюс b-мыз x деп алғанбыз және a көбейту b-мыз 1-ге тең, a куб плюс b кубымыз 18-ге тең. Енді осы нәрсені пайдаланайық. a куб плюс b кубының орнына 18-ді және a көбейту b-ның орнына 1-ді қойсақ, және 3x болды. Яғни x куб деген үшінші жоғары дәрежелі теңдеудің түріне келді. Осы жоғары дәрежелі теңдеуді есептейік. x куб минус 3x минус 18 тең 0. Бұл жерде жоғары дәрежелі теңдеуді әртүрлі әдіспен шығаруға болады. Енді мен қарапайым 3x квадрат минус 3x квадрат пен плюс 3x квадрат дегенді қостым. Шамалы түрлендіріп жатырмын. Бұл жерде мақсатымыз көбейткішке жіктеу. Яғни бірінші x куб пен 3x квадраттағы бар x квадрат деген көбейткішке жіктеу үшін жақша сыртына шығарсақ, x минус 3 қалады. 9x квадрат пен 3x квадрат пен 9x-тен 3x-ті жақша сыртына шығарсақ, x минус 3 қалады. Яғни осындай 6x пен 18-ді топтастырып жатырмын. Бұл жерде x минус 3 үшеуінде де бар. Көбейткішке жіктесек, x минус 3, x квадрат плюс 3x квадрат плюс 6 тең 0-ге. Көбейткіштің жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. x минус 3-ті 0-ге теңестіреміз бірінші жағдайда. Екінші жағдайда x квадрат плюс 3x плюс 6-ны 0-ге теңестірейік. Бірінші жағдайда x тең 3 болады. Екінші жағдайда дискриминантты есептейміз. Кәдімгі квадрат теңдеу. Басқа да әдістері бар, шығаруға болады. Мен дискриминантпен есептедім. Дискриминант 0-ден кіші. Ол бүтін сандар жиынында шешімі жоқ. Содан x-іміз тең 3 болды. Бізде бастапқы өрнекті x деп алған тұғымыз. Содан жауабымыз 9 түбір астында 80 плюс 9 плюс түбір астында 80 және 9 минус түбір астында 80 тең 3.